Ертеде қалың ормандағы үлкен бір үңгірде 3 аю бірге тұрыпты. Ең ірісі және мықтысы ақ төс аю болыпты. Ол қазандай тасты допша домалатып ойнайды екен. Ақ төс аю күштілігіне мақтанып, кішкен таяңдарға маза бермейтін болыпты. Бірде түлкіні құйрығынан ұстап жұлқылайды. Екі аю: түлкінің не жазығы бар, босқа жәбірлемесеңші, дейді. Бұл түлкі бұдан бұлай мен сыйлап жүретін болсын, сонда ғана жіберемін, дейді ақ төс аю. Түлкі: аю аға, мен сіз сыйлайтын болам, деп жалынады. Ақ төс аю түлкіні босатады. Енді бірде ол қасқырды ұстап алады. Жазықсыз қасқырды құлағынан жұлқылап, есін шығарады. Екі аю: қасқыр бізге тиіскен жоқ қой, оның несіне қинайсың, дейді. Қасқыр мені сыйлап жүрем десе, жіберемін, дейді ақ төс аю. Аю аға, мен сізді сыйлап жүрем, дейді жаны қысылған қасқыр. Бір күні ақ төс аю орманда қыдырып жүрсе, алдынан бір топ қасқыр шығыпты. Ішінде баяғыда өзі жәбірлеген қасқыр бар екен. Аю еке, есіңде ме? Сен мені жазықсыз жәбірлегенсің, енді біз сені талаймыз, дейді. Көп қасқырдан есі шыға қорыққан аю жуан ағашқа шығып кетеді. Қасқырлар кеткен соң, жерге түсіп, алақтап жүгіріп келе жатса, алдынан баяғы түлкі кездеседі. Аю еке, қайда қашып барасыз, деп сұрайды аюдан. Көп қасқырдан қашып келем, дейді аю. Онда бері қарай жүріңіз, деп аюды қазылған ордың қасына ертіп келеді. Сасқалақтап тұрған аю күмп беріп орға түсіп кетеді. Бұл мені жазықсыз жәбірлегенің үшін, деп түлкі кетіп қалады. Осы кезде ақ төс аюдың екі серігі келіп, оны құтқарып алады. Сыртқа шыққан соң олар: көрдің бе, сізге күш көрсетудің соңы жақсылық емес, деп түсіндіріпті ақ төс аюға. Содан бері аю ешкімге тиіспей өзімен өзі жүретін болыпты.